мәліметтер динамикалық құрылымы, сілтемелер дейді, кезектер және ағымдармен жұмыс істеу дейді. Жалпы бұл жердегі әңгіме көрсеткіштер туралы айтылып жатыр. Көрсеткіштер дегенді кей жерде сілтемелер деп атайды. Жалпылар не үшін керек, ол қалай аталынады, поинтер дейді. Мынау шапка знак нені береді, қазір осы туралы қысқаша қарастыратын боламыз. Әрине бұл жерде мен теориялық бөлімін қатты бүйтіп айтып бере алмаймын. Қысқаша бір-екі есептермен түсіндіріп кететін боламыз. Әрине интернеттен указатели деп іздейтін болсаңыз, қысқа видеолар шығады, ал біз бүгін кішкене көптеу немесе бір массивке қатысты есеппен аяқтауымыз мүмкін. Бірден енді есепті шығару барысында түсіндірсе дұрыс болатын шығар. Себебі оқып түсіндіретін бізде теориялық бөлім жоқ. Көрсеткіштер дейтін немесе сілтемелер дейтін бәлкім екі түрлі анықтама шығар, бірақ біз көрсеткіштер деп қарастырамыз, указатели. Жалпы өз аты айтып тұрған сияқты ол бірдеңені көрсетеді. Кез келген Паскаль программа тіліндегі есепте барлық есептердің бір операциялық жадтан белгілі орын алады. Сол орындардың қайда орналасқанын көру үшін осы көрсеткіштерді көрсеткіштерді қолданылады. Ол деген сөз кез келген санның қайда орналасқанын, қанша память алып отырғанын 16-лық санау жүйесімен көрсететін болады. Қазір есептің барысында көптеген қателер кетуі мүмкін, және кейбір бөлімдерін дұрыс түсіндіре алмай қалуымыз мүмкін. Соңына дейін қарап бірге түсініп көреміз. Енді көп жағдайда енді Paint ашып, сызып түсіндіріп жатады. Жарайды, бізде қарастырып көрейік, жалпы оның қалай болатын, ал бірден түсінетін адамға ол уже түсінікті болуы мүмкін. Мысалға кез келген сан, мысалға мына енгізетін болсақ, мысалға А дейтін бір санды енгізетін болсақ, бұл енді бір белгілі бір память алып отырады. Бұны енді жай санды көрсеткіштер, мысалға алайық n деп аталатын көрсеткіш бізде мысалға n дейтін көрсеткішімізді сілтейміз А-ға, яғни А-ның мәнін n арқылы сілтеп көрсететін болсақ, қанша алып жатыр, немесе памяттен қайда орналасқанын және қандай көлем алғанын білуге болады. Негізі қысқаша көбінде осылай түсіндіреді, немесе екінші А-ны қолданбай тек n-ның өзімен, яғни немесе n-ді көп жағдайда көрсеткіштерді p деп белгілейді, себебі қысқартылғандағы pointer деген белгі береді. Ол pointer дейтін ол өз алдына бөлек әңгіме, бірақ оны еш жерде қазір қолданбайтын болғандығы үшін ол көрсеткіштердің ішінде көп аталмайды. Ал n, қазір n-ның өзімен алатын болсақ, оның өзі new, dispose дейтін функциялар қолданады. Оны қазір есеп барысында көрсетеміз. Бірінші, осы аталған екі санның n А-ға сілтеме көрсетіп, яғни осыны көрсетеді, қайда орналасқан. Ол үшін қарапайым UseCRT айнымалы жаңағы А типі integer болатын болса, және көрсететін бізде n көрсетеді қазір n қос нүкте, және ұяшық белгі немесе шапочка, немесе оны қателеспесем Excelде квадрат деп атайтын шығар, нақты атын білмеймін, integer деп аламыз. Бастаймыз. Мысалға А немесе А белгілі бір санға тең болатын болса, n осы А-ға сілтеме жасайды. Собачканың барлық білетін жер, оның электрондық адресі, яғни А-ның бізге электрондық адресі керек. Біз енді n-іміз А-ға тең болды. Экранға шығаратын болсақ, бір айтылым n ұяшығымен шығаратын болсақ, және енді Shift F9, бізде қазір міне негізі А 100-ге тең еді, n А-ны көрсетті, қайда орналасқан, яғни не орналасқан көрсетті бұл жерде 100 деп. Ал егер жаңағы ұяшық белгіні немесе квадратын алып тастайтын болсақ, оның 16-лық санау жүйесі деп айтады, жалпы қайда орналасқанын адресін көрсетеді. Бұл енді көрсетудің бір түрі.
Ал екінші бір түрі, көп жағдайда оны нақты атын ұмытып тұрмын, өзі динамикалық емес деп атайды. Ал көп жағдайда кездесетін бір түрі осы n немесе бізге үйреншікті p деп атайды, pointer деген белгі. Оны қолдану үшін екі резервтелген сөзбен бастайды. Бірінші new, p-ны ашып алады да, және оны міндетті түрде dispose функциясымен жауып отыру керек. Себебі new сөзімен ашқаннан кейін операциялық жадтан осы санды ұстап отырады да, біз программаны жабатын болсақ, ол программаны аяқтамайды. Яғни ішіндегі мән қалып кетеді, пока ол перезагрузка компьютер өшіп қосқаннан кейін ғана барып операциялық жадынан ол тазаланып отырады. Сол үшін бірден функцияның соңында тазалап отыру керек, яғни өшіру. Ол жаңағы біздің алдыңғы сабақта өткен файлды жапқанымыз сияқты. Жаңа атадық, new p деп p-ны ашқаннан кейін мысалға p указателі көрсеткішке тең деп аламыз, мысалға 100-ге. Және осыны экранға шығаратын болсақ, write-ln, p-ның өзін шығаратын болсақ, shift F9, оның қайда орналасқанын адресін көрсетеді, жаңағы а-мен тең болды. Және указателін көрсететін болсақ, белгісін shift, ол 100-ге write-ln көрсеткіш тең болатын болса, оған 100 деген мәннің тең екенін көрсетті. Немесе екі немесе одан көп операторлармен немесе көрсеткіштермен жұмыс істейтін болсақ, мысалға a, b дейтін тип болатын болса, new a кетеді, a тең 100-ге, және тағы да екінші new b көрсеткіш тең 500-ге. Енді экранға a-ны b-ны шығарып көргеннен кейін, міндетті түрде оны екеуінде жабу керек. Dispose a-ны жапқаннан кейін, dispose b-ны жабу керек. Shift F9, 100-де a 100, b 500 екеуі соңында жабылды. Ал екеуіне белгілерін алып тастайтын болсақ, Shift F9, мынаншаға тең, мынаншаға тең деп көрсетеді. Бұлардың ұяшықтардағы алған орындарын көрсетеді. Негізі көп жерде осы көрсеткіштерді осы әдіспен тоқтатады. Негізі, ал кейбір жерлерде массивті шығару арқылы сол массивтердің ұяшықтарын орналастырады. Осы new мен dispose сөзін қолдану арқылы, және Паскальда келетін тағы бір резервтелген сөз, ол getMem мен freemem. GetMem деген ол new'дің орнына жүреді, freemem дейтін ол dispose'тың орнына жүреді. Ол деген getMem сөзін қолданған кезде p кетеді, указатель екен, size дейтін оның размері кетеді. Размер ең басында integer болатын болса, sizeға integer деп жазылады. Ал real болатын болса, real деп жазылады. Қазір осыған қарапайым бір массивтегі мысалдарды шығаратын боламыз. getMem, freemem, ол не үшін керек болады? Кез келген типтегі указатель көрсеткіштермен жұмыс істеген кезде осы процедуралар қолданылады. getMem мен freemem қолданады. Процедура getMem не үшін екенін айттық. getMem деген ол new'дің орнына, процедура freemem ол dispose'тың орнына қолданады. Фрагмент демескен памет size word деген сөз, яғни integerге де жарай береді. Бұдан 0-ден басталып 255 белгілі санға дейін жүреді. Возвращают кучу фрагмент динамической памяти, который был зарезервирован за указателем. При применении процедуры к уже освобожденному участку памяти возникает ошибка, дейді. Осы қазір getMem мен freememді қолдану арқылы массив элементтерін шығарып көретін боламыз. Алғашқы есебіміз біздің қалай деп айтуға болады? Алдыңғы біз массивтер есептерінде шығарған кезде біз білетінбіз массив ұяшықтарын толтырып, соның ішінде максимум, минимум табуға болады. Тауып алғаннан кейін біз оны көрсеткіштерге жіктеп,
оны экранға шығарып, осы көрсеткіштерді қолдану арқылы массив элементтерінің максимум минимумын тауып көрейік. Қазір бізде компилятор ABC Pascal мен Free Pascal екеуін бірге қолданамыз. Қазір не үшін қолданғанын түсінікті болатын шығар. UseCRT X массив. Енді одномерный ала берейік. Бір 100, біз оның бәрін 100-ін қолданбаймыз, ішінде бір 5-ін ғана қолданамыз. Integer eta n-ның не екенін уже білетін шығарсыздар. Максимум өтір минимум типі integer. Бастаймыз. Write массив енгіз readln n. Яғни n бізде массив яшықтарын саны for i 1 to n do begin. Ашып алғаннан кейін енді енгізетін боламыз. Write ден енгіземіз. Апострофта x өтір it апостроф квадрат жақша тең readln x it массив қайталау операторы n-ді үтірнікке. Енді болғаннан кейін максимумды тең деп аламыз x-тің бірінші ашығына, минимумды тең деп аламыз x-тің бірінші яшығына. Енді қайтадан қайталау операторын жібереміз. For i 1 to n do begin. Егер x eta, уже біз циклдың ішіндеміз, үлкен болатын болса макстан, онда максим тең болады x etаға. Макс тең x etаға. Дәл осы егер x eta кіші болатын болса минимумнан, онда минимум тең x etаға. Осымен цикл аяқталады. N-ді экранға шығамыз. Write-ln максимум тең өтір максқа. Write-ln минимум тең өтір минимумға. N-ді Shift F9 X array var'ымға кетіп қалған менің. Var Shift F9 массив енгіз 5 яшық. Біріншім тең болады 96, 65, 25, 12, 14. Максимум 96, минимум 12. Массивіміз жұмыс жасап тұр. Енді осы аталған есептерді көрсеткіштерге айналдыратын болсақ. Көрсеткіштерге айналдыру үшін біз білеміз, кейбір жеріне жаңағы кришаның белгісі сияқты знакты қоямыз. Сонымен көрсеткішке айналады, бізге мәнді экранға шығарып береді. Дәл сол оператор бізде ABC Pascal'да орындалмады, білмеймін неге. Дәл осыны көшіріп, неге ставить етіп қоя салып тексеріп көреміз. Free Pascal'ға type бөлімінен айналдырамыз. Type массив тең array of integer. Array of integer. Одан кейін var. Енді осы жерде x-ті неге тең деп ала саламын. X указателі көрсеткіш болады. Массивке тең болады. Болды, x-ім менде массив. Енді кейбір барлық кездесетін x-тердің алдын бәріне указательді қойып шығам. Сонымен есеп аяқталады. Көрсеткіш. X-тің алдында да көрсеткіш, мына жерде көрсеткіш.
көрсеткіш. Енді бірақ бегеннен кейін бізде кету керек new сөзі кетеді, жаңағы не бойынша x. Және біткеннен кейін endінің алдында dispose жабуым керек міндетті түрде. Dispose x, одан кейін задержка ұстата салайын, readln. Shift F9 деп берсем қазір дәл мына жерде менде қате шығарады. Енді ол не үшін екенін білмеймін. Егер білген болсаңыздар комментарийге жазыңыздар. Өте қатты қуанатын боламыз. Shift F9, осы жерден задержканы ұстайды. Енді недопустимый тип дейді, білмеймін не үшін екен. Ctrl-A, Ctrl-Copy. Free Pascal'ды ашып, өшіріп edit paste from Windows дейді. Енді дәл жаңағы кодты осында келіп көшірдік. Run дейді. Міне бізде уже указатель жұмыс жасап тұр. 5 ұяшық бар, 65, 25, 32, 14. Әрқайсысы өзіне тән ұяшықта жатыр және экранда компилятор орындалды. Осымен есеп бітті деп айтуға болады. Dispose бар, new бар. Жаңа айтқан болатынбыз. Бұл әзір сен бізге керек емес. Суретті ашып қараймыз. GetMem дейтін оның типі болады, ал FreeMem дейтін getMem не үшін екен, FreeMem не үшін екен жаңа айтқан болатынбыз. Және сол сөздерді кез келген типпен ойнаған кезде, яғни орындаған кезде осы резервтелген сөздерді, функцияларын қолдануға болады. getMem дейді. Маған керек x пен n керек. Білеміз оны. Size кетеді. Size of бізде негізгі ненің типі integer болғандығы үшін integer деп алам. Өтірікте. Және dispose'тың орны FreeMem. P-ның орнына менде x пен n бар. Size of integer. Ctrl F9. Так, size of бірге жазылатын шығар. Size of. Мына жерде де size of. Ctrl F9. Так, FreeMem. Қай жерден қате кетті? FreeMem. Или 2 е бола ма? Мына жерде өздерінен грамматикалық қате кеткен екен. GetMem, FreeMem. Мына жерде процедура FreeMem деп жазып қойыпты. Негізі FreeMem болып жазылады. Мен қателік кетеді ғой бәрінде. Ctrl F9. Программа жұмыс істеді. Жаңағыда 65, 25. Ой, қателестім. Ұяшық санын азайтуым керек еді. Ctrl F9. Ұяшық саны менде 5, 65, 25, 32, 14-те 16. 65-те 14, 65-те 14. Программа дұрыс жұмыс жасады. Көрсеткіштердің жалпы негіз қызметі ұяшықта әрбір қайда орналасқан ұяшық сандарын анықтау үшін қолданылады. Қысқаша осы